Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді таңқура қосылған фисташкалы пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыз. Қамыр үшін бізге 150 грамм қант, 150 грамм ұн, 50 грамм сұйық май, 50 грамм сүт, 5 жұмыртқа, оны сарысымен ақуызына бөліп аламыз. Алдымен жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз салып, әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы мен барынша көбіне қойдым. Егер сізде үлкен миксер болса, 6 жеті жылдамдығына қойып, орташа жылдамдықта миксерлесеңіз болады. Осылай жұмыртқа көтеріле бастағанда жайлап 4-5 бөлікке бөліп қант саламыз. Содан кейін бір-бірлеп жұмыртқаның сарысын саламыз. Естеріңізде болсын, егер сіздер осы менікіндей миксермен жасасаңыз, негізі тар ыдысқа жасасаңыз тез және жақсы көтеріледі. Енді сүт пен сұйық майды құямыз. Фисташкалы пастадан 2 шай қасық салып, бір шетіне араластырып аламыз, кейін толықтай араластырамыз. Енді ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып араластырып аламыз, кейін елгезермен ұнды қосамыз. Ұнды астынан үстіне қарай араластыра отырып, біріктіреміз. Егер торт қылып жасайтын болсаңыз, онда 18-20 см етіп пісірсеңіз болады. Мінекей осымен массамыз дайын. Противенге пергамент қағазын төсеп, бисквитті құямыз. Оны толықтай жайып шығамыз. Барлығын толықтай жайып шыққан соң, дәл осындай күйінде қызып тұрған пеште 150 градуста асты-үсті қосулы 15 минутқа пісіреміз. Қазір біз салмасына желатиновый масса дайындаймыз. Ол үшін бізге 5 грамм желатинге 40 грамм мұздай су құйып, араластырамыз, оны тоңазғышқа салып қоямыз. Желатиновый масса осылай қатып қалу керек, оны сотейникке аударып аламыз, үстінен қайнамаған таңқурай вареньесін саламыз. Осы массаны отқа қойып қайнатамыз. Бізде желатин мен қант толықтай еру қажет. Енді отын өшіріп, толықтай суытамыз. Классикалық крем-чиз жасаймыз. Барлық заттар бізде мұздай салқын болу керек. Оған бізге 280 грамм сүзбелі ірімшік, сливки, 50 грамм қант пудрасы қажет және 1 шай қасық фисташка пастасы қажет. Осыны бір қалыпты крем шыққанша араластырып аламыз. Осымен крем дайын болды. Пирожныйды жинауға кірісеміз. Бисквит толықтай суыды, керісінше айналдырып, пергаментін алып тастаймыз. 20-30 формада пирожныйды жинаймыз. Противеннің размері 30-40. Бисквитті қойып, форманы кигізіп, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Кейін кремнің көп бөлігін салып, кремді толықтай жайып шығамыз. Және таңқурай массасын құйып, оны да толықтай жайып шығамыз. Екінші бисквитті бетін астына қаратып қоямыз, қалған кремді жағып, оны да толықтай жағып шығамыз. Содан кейін фисташка ұнын сеуіп жағамыз. Осымен фисташкалы пирожныйымыз дайын. Бұны бір түнге тоңазғышқа қоямыз, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Формасынан шығарып, шетін кесіп тастаймыз. Мен өзімізге үйге жасағандықтан кеспедім. Реттеп алған соң дәл ортасынан бөлеміз, әр кескен сайын пышақты жуамыз. Осымен өте ерекше дәмді пирожныйымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай. Кез келген қыз-келіншектердің қолынан келеді деп ойлаймын. Өте оңай рецепт. Каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!